Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ұл болсын. Бүгінгі видеомыз құймақтар. Осындай тесік-тесік болып шығатын құймақтар жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тура осы рецептпен 2 есе көбейтіп көп құймақ шығарсаңыздар болады. Ең бірінші бізге жұмыртқа керек. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды алып, жарып аламыз. Осының үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Жарты шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Сүтті қосқаннан кейін ұнды қосамыз. Сүт пен ұнды кезектесіп отырып саламыз. Осындай қою масса шығу керек. Одан кейін тура осы массаның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды қосамыз. Су қосқаннан кейін араластырамыз. Осылай тез-тез араластыру керек. Егерде сұйық болып кетсе, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Ең соңында осы массаға сұйық майымызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. Толық рецепті видеоның астына жазып кетемін. Дайын болған массамызды осындай болып шығу керек. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес. Қою болып кетсе, ыстық судан кішкене қоссаңыздар болады. Табамызды орташа отқа қыздырып аламыз. Ішіне кішкене май құйсаңыздар болады. Ең бірінші пісіретін құймаққа. Одан кейін май қоспайсыздар. Осылай шетінен бір ожаудан құйып пісіреміз. Бірінші құйған құймағымыз осындай болып шығады. Себебі табамызға май құйылғаннан кейін келесі пісіретін құймаққа табамызға майды құймаймыз. Осы жетеді. Достар, қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Бірден пісіргеннен шығады. Осындай тесік-тесік болып жасап көріңіздер. Мен үнемі осы рецептпен пісіремін. Маған ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Осындай цветке болу керек. Өте әдемі болды. Достар, қараңыздаршы. Менде осындай әдемі құймақтар шықты. Барлығы тесік-тесік. Өте нәзік, дәмді, керемет құймақтар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын құймақтар. Рецепт өте оңай, ешқандай содасыз, қопсытқышсыз жасайтын құймақтар. Жасап көрсеңіздер болады. Жұп-жұмсақ. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған ұл болсын. Астарыңыз дәмді болсын.